Ораза ұстау. Адам ата мен Хауа пейіште тыйым салынған бидай дәнегін жейді. Бұған дейін қалдық шықпайтын жұмақтың ең асыл тағамдарын таңдап жейтін еді. Тұңғыш рет жерде өсетін тамақты жегендіктен адамның асқазаны бірінші рет ас қорытып нәжіс шығаратын болды. Онда пейіштің былғанатыны анық еді. Сол кезде Тәңірі қаһарына мініп, Адам ата мен Хауаны жаннаттық мәртебесінен айырады. Алланың әмірімен олар пейіштен қуылып жерге түседі. Жеп қойған бидайдың қалдығы адамның асқазанында 30 күн қорытылмай жатып қалады. Одан түгел тазару үшін Құдай оларға 30 күн ораза ұстауға әмір беріпті. Содан бастап Рамазан айында 30 күн ауыз бекітіп ораза ұстау мұсылманға парыз болып бекіпті.